Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Әйни және достар, бүгін біздер өздеріңіз көргендей осындай таудың үстінде үй салатын боламыз. Алай болсаңыздар тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар, ал біз видеомызды бастаймыз. Так достар, давайте ең алдымен осындай тауымыздың астында блок қойып шығайық, өйткені осындай таудың астында бізде блок жоқ екен, не үшін екенін білмеймін. Енді Майнкрафттың генерациясы, егер өздеріңіз білетін болсаңыздар, өте біртүрлі. Сондықтан да бұл тау осылайынан шыққан болатын менде. В общем, бұл өте біртүрлі. Не болса да енді осы біртүрлі тауымыздың астына осындай блоктар толтыруды жалғастырамыз. Так, давайте осы жерге қойып шығайық. Әрине, булыжник пен камень өте қатты үйлеседі деп айта алмаймын, бірақ сонда да достар бола береді бізге. Давайте қазір енді төбесіне шығып, осы сәл төбе жаққа көтеріліп, осы таудың төбесіне үй салуды жалғастырайық. Әрине, енді таудың үстіне салып қоймаймын әрине үйді, бірақ осындайдан тауға ұланып, в общем, тауға жабысып тұратын болады біздің үй. Превьюдан көрген боларсыздар енді қандай болатын үйдің. Енді превьюді уже жасап қойған мен. В общем, достар, кеттік, осылайынан жасай береміз. Так, мына жаққа былайынан қоямыз, мына жаққа так осылайынан қоямыз. Так, бізде қазір достар 5 блок болу керек, осы жерге 6 блок болу керек. Так, осылайынан екеуін қойсақ, енді 6 блок болды достар, енді осылайынан қоя береміз. Достар, енді үйдің осындай полын бітірдім. Давайте енді жалғастырып берейік үйімізді салуды. Осы жағынан енді достар біз үйдің стеналарын салып шығуымыз керек. Достар, үйдің стеналары мен үшін ең оңай жері десем де болады, өйткені олар салу оп-оңай. Қазір достар міне көрсететін боламын сіздерге. Оларды қалай оңай салу керек екенін. Оны бәрі біледі деп ойлаймын. Енді осылайынан қойып шығамыз, жай ғана. Оларды жай ғана достар осылайынан қойып шығамыз. Олардың қиын еш нәрсесі жоқ. В общем, маған ең ұнайтын жері осы, короче. Достар, мен үйдің қабырғаларының барлығын бітірдім. Енді шатыр қалды. Шатыр енді керісінше үйдің қабырғаларына қарағанда ол әлде қайда қиын. Үшін енді осы қиын жұмысты қазір істейтін боламыз. Достар, үйдің шатыры да бітті. Ең қиын жер болғанына қарамастан, онда достар мен тез бітіріп тастадым. Енді бізге қазір терезелерді жасау керек. Терезені жасау үшін қазір достар міне осындай жерге, давайте мына жер біртүрлі болып қалыпты. Давайте осы жерді жауып тастайық осылайынан. Так, осылайынан жауып тастаймыз мына жерде. Так, осылай жауамыз. Енді достар, мынаны терезе қоятын жерді сәл ашамыз былайынан. Бір жерін жабамыз да, бір жерін ашып қоямыз осылайынан. Әйтпесе бізде терезе жаман көрініп қалады қазір. Так, осылайынан не істейміз. Енді достар, мына жағында сындырып шығамыз, әйтпесе болмайды достар, терезе әдемі көрінбей қалады. Терезелерді қоятын орын дайын болғаннан кейін терезелердің өзін қоюды бастаймыз. Осылайынан барлығын достар қойып шыға береміз. Олар ешқандай қиын емес оны қойып шығу. Так, давайте осы жерге де қойып шығамыз осылайынан. Так, осылайынан қоямыз. Так, міне достар, үшін мына жерге қоямыз. Енді не айту керек екенін де білмеймін достар, енді бұл тым оңай нәрсе сияқты. Енді вообще комментировать ету үшін достар сондай. Так, мына жерге қоямыз енді. Так, не өкпет, секіріп кетіп жатыр. Енді достар, кешірім сұраймын әрине сіздерден. Так, автопрожекті өшіріп қою керек еді негізінде. Осылайынан алып тастаймыз мынаны. Мына жерге қоямыз. Мына жер достар, қисық қойылып кетіп жатыр. Негізі осындай егер стеклянный панельді алып, негізі кәдімгі айналы салған жақсы не еді. Кәдімгі 4 бұрыш айнаны, терезені деген айна деппін ғой, достар, кешірім сұраймын. Сол 4 бұрыш терезені алғаным жақсы еді. Мынау біртүрлі екен. Енді ол да 4 бұрыш қой енді, бірақ бұл тік 4 бұрыш, сондай рөле, короче, жалпақ панель ғой мынау, короче. Сол панель негізі ұнамайды маған. Сол 4 бұрыш жақсы, бірақ білмеймін, бұл панель әдем көрінетін жақсы. Үшін достар, не айтып кеттім мен, не болса да енді қойып болдық қой. Енді қазір бізге баспалдақ істеу керек достар. Қазір енді біз баспалдақ істейтін боламыз. Давайте верстак істеп алайық өзімізге ең бірінші. Сол верстактан, короче, қазір біз баспалдақ істейтін боламыз. Так, давайте ең бірінші өзімізге осындай ағаштарды істеп алайық. Енді достар, бізге қазір палка керек. Так, палкадан баспалдақ жасаймыз. Бізге қазір 12 баспалдақ жасауға болады екен. Қазір осылардың барлығын қойып шығамыз. Әрине 12 жетпейді. Қазір бізге достар 18 керек. Так, давайте осылайынан тағы да жасаймыз. 18 жасаймыз ба, білмеймін енді. 18 болады екен ғой. Жарайды, 18-ні жасаймыз да, енді достар қойып шығамыз.
достар, өздеріңіз көргендей барлық баспалдақтарды мен қойып бітірдім. Енді бізде 7 баспалдақ қалды. Осылай түсіп шығып жүре беретін боламыз енді осы баспалдақтармен. Енді достар, бізге ең соңғы нәрсе қалды, ол әрине колонналар. Достар, мынау шеттен қазір біздің үй енді жаман емес көріп тұрғаны, бірақ колонналарды қойсақ одан да жақсы көрінеді деген ойдамын. Достар, егер сіздер колонна деген не екенін білмейтін болсаңыздар, олар міне осылайынан қойылатын нәрселер. Осылайынан былайынан ағаштарды қойып шығамыз, олар біздің үйімізді құлап кетпеу үшін терек болып тұрады. Әрине енді Майнкрафттың физикасы жоқ, сондықтан да бұларды қоймасақ та болатын еді. Жай ғана әдемілік үшін қойып жатырмын бұл заттардың барлығын. Сіздер бұларды жасамай қойсаңыздар да болады. Әрине егер сіздер менің жасаған нәрселерімізді қайталағыңыз келсе, үшін жасамай қойсаңыз да болады. Әрине қайталағыңыз келмейтін шығар, өйткені мен вообще Майнкрафтта үй салуды білмеймін. Енді білмеймін, қайталайсыздар ма, қайталамайсыздар ма. Қайталамағандарыңыз дұрыс, негізінде ютубтан басқа біреуден көргендеріңіз жақсы. Базар жоқ. Үйді қалай шыққан екен деп көрейін десем, мынандай шыққан ба не. Мынандай үйді қайталамай ақ қойыңдар. Говно, блядь.